Сәлем кішкентай дос. Еркелерге ертегі каналыма қош келдің. Бүгіннен бастап мен саған өзімнің ойымнан шығарған ертегілерді айтып берем. Сондықтан каналыма жазылып, достарыңмен бөлісе ғой. Ал алғашқы ертегі қандай екен? Бірге тыңдайық. Ол бұлттар туралы. Ертеде жер шарында мекен ететін балалар бір сиқыршыны тауып алып, өздерінің үш арманын айтыпты. Сиқыршы балалардың арманын бұлжытпай орындауға көнеді. Олардың арманы қандай болды деп ойлайсыздар? Олар айтады: сиқыршы, осы аспандағы бұлттың түсі әппақ, біз одан әбден жалықтық, түк қызық емес. Сен бүйтші, бұлттың түсін қып-қызыл қылтып өзгерте аласың ба дейді. Сиқыршы әрине балалардың арманын орындау керек деп таяқшасымен бір мезетте аспандағы бұлттардың барлығын қып-қызыл түске бояп беріпті. Балалар, алақай, қандай күшті, бұлттар сондай қып-қызыл деп қуанады. Ертеңгі күні аспаннан жерге қып-қызыл қар жауыпты. Жердің бетінің барлығы қып-қызыл түске боялады. Аспан да қызыл, жер де қызыл. Бұны көрген балалар да, ересектер де ашулана бастайды. Сіздер білесіздер ғой, анау қызыл матаға ашуланатын бұқа секілді адамдардың да көздері қызарып, бір-бірімен ұрсысып, болмайтын нәрсеге кекілжесіп, төбелесетін болыпты. Содан балалар: қойшы, сиқыршыны қайтадан шақырайық, мынау болмас, бұлттың түсін басқа түске өзгертейік дейді. Сөйтіп, қайтадан сиқыршыны шақырады. Сиқыршыға: бұл қызыл түс ашуды шақырады екен. Біз бәріміз ренжігіш, төбелескіш, ұрысқақ болып кеттік. Бұлттың түсін жасылға өзгертіңізші деп сиқыршыға тағы да өздерінің арманын айтады. Сиқыршы әдеттегідей таяғымен 1, 2, 3 деген кезде аспандағы бұлттардың түсі жап-жасыл болыпты. Енді қардың түсі де жасыл болып кетіпті. Жер бетін аппақ қар емес, жап-жасыл қар көмкеріп тастапты. Бұлттар да жап-жасыл болып тұр. Бір қарағанда әдемі секілді. Балалар қуанып: алақай, біздің ақ қаламыз енді жасыл болатын болды деп қуанады. Бір күн өтеді, 2 күн өтеді. Қыста жасыл, жазда да жасыл. Бұл қызық емес, ей! Сонда біз жазды күтпейміз бе, сағынбаймыз ба деп балалар тағы да сиқыршыны шақырады. Ой, бізге ұнамайды мынау жасыл түс. Бұлттардың түсі көк болсыншы, өтініш дейді. Сиқыршы: жарайды достар деп тағы да таяғымен сермеп қалған кезде бұлттардың түсі балалардың өтінішімен көк түске айналыпты. Балалар қуанып, енді көк қар жауатын болды, қандай керемет дейді. Бірақ қардың қашан жауатынын, аспанда бұлт бар ма жоқ па аңғара алмай қалады. Өйткені аспан да көк, бұлт та көк, бұлтты күн бе, жоқ күн ашық па, еш ажырата алмай әбден бастары қатады. Содан балалар: біз не қылдық? Қателескен шығармыз. Не істейміз енді? Үш арманымызды айтып қойдық. Енді бұлттың түсін қайтадан қалай ағартамыз? Не істейміз деп көңіл күйлер түсіп, сиқыршыны шақырыпты. Сіз бізді кешіріңіз, біз енді үш арманымызды да айтып қойдық. Бірақ бұлттың түсі қызыл да, жасыл да, көк те болған түк ұнамады. Бұрынғы қалпына қайтаруға болмай ма? Өтініш, сиқыршы, өтініш деп сиқыршының мазасын алыпты. Сиқыршы ойланып отырып: балалар, табиғаттағы әр нәрсенің өзіне сай түсі бар. Бұлттар ақ, сондай әдемі. Сендер сүйіп жейтін тәтті мақта бар емес пе? Сол секілді. Немесе тәтті ұйқыға бататын әппақ мамықтан жасалған жастықтарың секілді. Аспанға қарасаңдар, бұлттарға қарап түрлі бейнелерді көруге болады. Сондықтан сендер енді бұлттың түсін ауыстырыңдар деп өтініш жасамайтын боларсыңдар дейді. Балалар: әрине сиқыршы, рахмет. Қараңдар, алақай, балалар, аспандағы бұлттарымыз қайтадан аппақ болды. Алақай, алақай деп қуанады.
сыйкыршы балаларга барлығын түсіндіріп айтат. Балалар енді сендерге тапсырма дейді. Сендер бұлттардың қандай түрі бар екенін білесіңдер ме? Маған айта қойыңдар дейді. Бір бала тұрып, мен білемін, шуда бұлт бар, бұйра бұлт бар, ала бұлт бар деп бұлттардың түрін айта бастайды. Мінекей, осылайша ертегі аяқталады. Ал енді досым, саған тапсырма. Бұлттың сен қандай түрін білесің? Комментарийге жазып, жауап қалдыр. Білмесең ата-анаңнан сұра. Және бұлттың сұр түсі болатынын да ұмытпа. Сұр түс бұлт болған кезде әрине жерге жаңбыр жауады. Ол жақсы ғой. Сондықтан комментарийде сен аспандағы бұлттардан қандай жан-жануардың немесе өсімдіктердің бейнесін көрдің, оны да жаза кет. Және қоңыраудың белгісін басып, осы каналға жазылып, достарыңмен бөліссең, мен ертең жаңа ертегіні осы каналда жүктейтін болам. Ендеше кездескенше сау болыңдар.